Суперай толық айдың сирек түрі. Ол микроайдан 14%-ке үлкен және 30%-ке жарығырақ. Толық ай шамамен айына бір көрінсе, суперай бір жылда санаулы рет бақылану мүмкін. Себебі ол уақыттың дәл келуін талап етеді. Айға жерді айналып шығу үшін 27,32 күн қажет. Ай өз орбитасында екі нүктені басып өтеді: перигей және апогей. Перигей апогеймен салыстырғанда жерге 49 000 километрдей жақын. Суперай перигей сизигияда ғана, яғни ай бір мезгілде толық әрі перигейде болғанда көрінеді. Оның сирек болу себебі, жер күнді айналғанда айдың жерге қатысты бағдары негізінен өзгермейді. Ол ай әр толған кезде өзгереді. Бірақ ай прецессиясы болмағанда суперайлар бұдан да сирек болар еді. Жылдар өте, ай прецессиясы оның бағдарын сәл өзгертеді. Көбінесе суперай мен әдеттегі толған айда ажырату қиынға соғады. Суперайды бақылауға ең қолайлы мезгіл ол көкжиектен сәл жоғары болғанда. Сол кезде кеңістік пен уақыттағы сирек құбылысты толық бағалай аласыз.